Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. 11 ақпан ғылымдағы әйелдер мен қыздардың халықаралық күні. Аталған мерекені 2015 жылы желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы бекіткен болатын. Осы күнге орай біз бүгінгі хабарымызға нәзік жанды ғалымдарды арнайы шақырып отырмыз. Негізгі ғылыми жаңалықтар мен жетістіктері және қоғамдағы өзекті мәселелерге байланысты пікірлермен бөлісетін болады. Қадірменді қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерді таныстырып жіберейін. Балнұр Жайсанбаева, Назарбаев университетінің ғылыми қызметкері, биомедицина ғалымы. Сондай-ақ бізде қонақта Ботагөз Сүлейменова, Қазмұнайгаз инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғылыми қызметкері. Сондай-ақ бізде қонақта Гүлжанат Ғафу, Назарбаев университет жоғары білім беру мектебінің ғылыми қызметкері. Біздің студиямызға Майнұр Бөрібаева, кешіріңіздер, біздің студиямызда Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің инновациялық даму департаментінің директоры Әсел Жексенбаева ханымда қонақта. Сонымен бірге бізге Zoom арқылы Майнұр Бөрібаева Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректорда қатысып өзінің пікірін жеткізетін болады. Ең алдымен сіздерді бүгінгі енді төл мерекелеріңіз деп айтуға болады, осы төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Қазір енді мен ең алғашқы сұрағымды Ботагөз Сүлейменова ханым өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді осы жасыл энергетика, судегі энергетикасы саласымен айналысады екенсіз. Қазіргі осы енді әлемдегі ахуал белгілі. Бізде осы Қазақстанда осы сала қазір қалай дамып жатыр? Қандай жаңа зерттеулер жүргізіліп жатыр, сол туралы ойларыңызбен бөліссеңіз. Негізінен жасыл энергетикасы қазір жақсы дамып келе жатыр. Қазіргі таңда бізде энергия 6%, энергияның 6% жасыл энергетика көзінен, яғни күн және жел сәулесінен алынады. Алдағы уақытта ол 50 жылға дейін 50%-ға дейін көтереді. Ғылым саласына келетін болсақ, осы салада мысалы күн сәулесінің панельдерін жасау, жел турбиналарының оптималды ұзындықтарын келтіру сияқты зерттеулер жүргізіледі. Мысалы КБТУ университеттерінде, Назарбаев университеттерінде, Евразия ұлттық университеттерінде жүргізіледі. Ал сутегі энергетикасына келетін болсақ, ол 2021 жылдан ғана бастау алды. Біздің президентіміз сол, ал енді сутегіне мән берейік деген кезде басталды. Содан бері біз Қазмұнайгаз инжинирингте департамент болып құрылдық. Қазіргі таңда түрлі энергетика министрлігімен бірге және тағы да басқа құзыретті органдармен бірге жаңағы дорожная карта дейді, қалай жол картасы, сутек энергетикасы қалай даму керек, сол туралы түрлі дискуссиялар жүріп жатыр. Ал ғылым саласына келетін болсақ, бізде Атырауда осы КМГ инжинирингтің лабораториясы бар. Сонда сутегі энергетикасына қатысты, яғни сутегіні тасымалдау үшін оны бір жерде сақтау керек. Сол сақтайтын материалды дамыту, интерметаллиттермен жұмыс жасау жүзеге асырылып отыр. Жақсы. Енді осы бізде әртүрлі мәліметтер айтылып жатады. Мысалы, жел станциясы құрылды, жаңағы күнмен жұмыс істейтін қуат көздері құрылып жатыр деп. Осылардың жалпы саны қазір елімізде қанша осындай жасыл энергетикаға қатысты ғимараттардың? Негізі ол көбейіп келе жатыр жылма-жыл. Қазір 100-ден асты. 130 ба сондайдың шамасы. Барлық өңірде бар ма? Барлық өңірде бір-екеуден бар деп айта аламын. Және ол әрине өзі жел энергиясы, күн энергиясы табиғатқа байланысты болғандықтан. Мысалы, көбіне-көп жаңағы күн панельдерін қояды. Себебі бізде күннің көзі көп, жаңағы өте ыңғайлы қоюға, сол арзанырақ деген сияқты соны көбірек қолданады. Ал жел турбиналарына қатысты айтатын болсақ, ол әлі зерттеліп жатыр. Мысалы бізде шығыс жақта Жоңғарский қақпасы, Жоңғар қақпасы деген жер бар. Сол жерде ең мықты желдің жылдамдығы ең мықты жер Қазақстандағы. Сол жерге мысалы турбина қалай орнату керек әлі де талқылану үстінде. Негізінен жақсы дамып келе жатыр деп айта аламын. Бірақ мысалы табиғатқа байланысты болғандықтан күн сәулесі күндіз болады, түнде жоқ.
яғни энергия түнде өндірілмейді, Иә. Ол уақытта бізге керісінше мына күнделікті өмірде көмір станцияларынан немесе газ станцияларынан келетін энергия көбірек бөліну керек, яғни ол бір 24 сағаттың ішінде дисбаланс болады. Көтеріп түсіріп тұру керек та. Сол себепті ол осы өнеркәсіп саласына кішкене ыңғайсыздық туғызып жатыр. Осы сұрақ шешілу керек деп айтылып Жақсы. жатыр. Жалпы енді біз осы жасыл энергетикаға толыққанды көшсек елімізде, жаңа 2080 жылдарға қарай 80%-ға дейін жету мүмкін деген жоспар бар екен ғой. Енді алдағы уақытқа жасалған жоспар ғой. Сол көшкен жағдайдың өзінде біз еліміздегі энергия тапшылығын шешуімізге мүмкіндік бола ма? Болады. Егер технологияны тиімді пайдаланса, уақытында ауыстырып тұрса, онда Қазақстанда энергия тапшылығы болады деген негізі ол миф, энергия бізде жеткілікті көздері. Жақсы, рахмет. Онда мен келесі қонағымыз біздің хабарымызға қатысып тұрған Балнұр Жайсанбаева ханымға да сұрақтарымды қояйын деп тұрмын. Балнұр ханым, сіздер мына онкология саласында зерттеу жұмыстарымен айналысады екенсіздер. Қазір біздің ғалымдарымыздың осы саладағы жұмыстары қандай жаңа зерттеулер бар. Жақында ғана осы ғылым министрі бір осы онкологияға қарсы отандық дәрі пайда болды дегенде ақпаратты жеткізген болатын. Осы ақпараттермен бөліссеңіз. Иә. Негізі мен салам ол тек қана онкология емес, ол онкологиялық ауруларға дәрі-дәрмекті жеткізу, ол наномедицина деген жаңадан келе жатқан сала, ол нанобөлшектердің ішіне противораковые препараттарды соларды енгізіп, именно қатерлі ісік болып жатқан жерге дәріні жеткізу. Мен салам сол. Бізде Қазақстанда Назарбаев университетінде өте мықты лабораториялар бар, және де Әл-Фараби атындағы университетінде де осы саламен айналысатын тағы да бірнеше лаборатория бар. Өте жақсы дамып келе жатыр, және де біздің көрші лаборатория деп айтамыз. Сол лабораторияның арқасында сіз айтып өткендей клиникалық испытанияларға біздің қазақстандық дәрі шықты. Ол дәрі енді қашаннан бері қолданысқа түсетін болады? Оған мен жауап бере алмаймын, өйткені мен ол лабораторияда жұмыс істемеймін. Ол бірнеше клиникалық опыттардан өту керек, испытаниялардан 4 фазадан тұратын. Қазір те бірінші фазасын бастады, егер қателеспесем, одан кейін тағы әрі 3 фазасы бар. Солардың бәрін өткеннен кейін, айталады қашан өндіріске енгізу мүмкін ғой. Жалпы енді ғалым ретінде сіздің пікіріңіз қандай? Мысалға, болашақта қатерлі ісіктің соңғы сатысында да емделетін айығу мүмкіндігі бола ма жалпы? Позитивті түрде қарасақ, негізі ең басты біздің цель, мақсатымыз ол ерте диагностиканы жөндеу. Ең бастысы, ең бастысы сол, мысалы, біз жасап жатқан нанобөлшектердің екінші мақсаты ол тек қана дәрі-дәрмек жеткізу емес, ол және де диагностикада дұрыс қолдану. Мысалы, КТ болсын, МРТ болсын, сол процесстерді жақсарту. Солар арқылы біз нанобөлшектермен бірге сол процесстерді жақсартып, ерте диагностиканы жөндей аламыз. Одан кейін тікелей қатерлі ісік болып жатқан жерге дәріні жеткізсек, онда точное лечение болады. Мысалы, біз ол дәріні тек барлық ағзамызға емес, ауру жатқан жерге ғана жеткізе аламыз. Жалпы осы саладағы енді біз жаңа технологияларға да көп нәрсе байланысты ғой. Біздің елімізге қазір бұл жағынан жағдай қалай болып жатыр? Қандай жаңа әдістерді қолданып жатсыздар? Кейінгі бір 10 жылдар десем, 5 жыл дейік да, 5 жылдың ішінде, соңғы 5 жылда, өте жақсы дамып келе жатыр. Мысалы, өзім Назарбаев университетінде оқығандықтан, өз университетімді мақтағанды жақсы көремін. Өйткені шындап та көптеген басқа университеттерде жоқ оборудование болсын. Соларға бізге қолымыз жетеді. Әр келген экспериментті жасай аламыз. Және де ойымызға келген бір идеяларымызды жүзеге асыруға болады. Онымен қатар бізде кейінгі 2-3 жылда жас ғалымдарға көп мән бергендіктен біз бір-бірімізді бір ғана университеттің ішінде емес, бүкіл Қазақстан бойынша бір-бірімізді танып, бірге жұмыс істеп, сөйтіп
қадам сайын бізге бір дүниежүзілік уровеньға жетіп жатырмыз деп айта аламын. Қазіргі кезде біз жасап жатқан эксперименттерді басқа дүние жүзінде, басқа Англияда болсын, Америкада болсын істеп жатқан эксперименттерден кем деп айта алмаймын. Біз бәріміз бір деңгейде жұмыс істейміз, және де сол шетелдермен бізде өте көп коллаборацияларымыз бар. Мысалы, біз қазіргі кезде Англиядағы университеттермен жұмыс істеп жатырмыз, одан кейін тағы да Финляндиядан университеттермен, профессорлармен бірге жұмыс істеп, өз проекттерімізді ары қарай жалғастырып жатырмыз. Жақсы. Онда мен келесі сұрақтарымды қазір бізбен Zoom арқылы байланысқа шығып тұрған Майнұр ханымға қояйын деп отырмын. Майнұр ханымменен байланыс орнатылды ма екен? Қорқыт-Ата атындағы Қызылорда университетінің ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, сондай-ақ Майнұр ханым филология ғылымдарының кандидаты. Майнұр ханым, сіздің осы айналысатын мына еңбегіңіз мені қызықтырды. Көне жазба ескерткіштердегі түркі сөздерінің түрлі ұлт тіліне ену тарихы. Шынымен де бұл енді біздің сонау көне замандағы біздің Орхон Енисей жазбаларында, руникалық жазбаларымызда пайдаланылған сөздерді біз қазір қалай қолданып жүр екенбіз? Осы шынымен де қызықты сұрақ екен. Осыған байланысты бір мәліметтермен бөліссеңіз, қандай сөздерді біз жақсы әлі күнге дейін қолданып жүрміз? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Негізі менің осы зерттеп жүрген бағытым кішкене толықтырып қояйын осы жерде, Иә, айтыңыз. Ежелгі 11-17 ғасырлардағы ежелгі орыс жазба ескерткіштеріндегі түркі сөздер. Орыс жазба ескерткіштерінде түркі сөздері алғашқы рет қаншаншы ғасырда енді, олардың этимологиясы, қандай әртүрлі тарихи жағдайда түркі сөздері орыс тіліне еніп, орыс тіліне ғана емес, бүкіл славян тілдеріндегі түркі сөздерін зерттегенбіз. Солардың қазіргі жағдайы, өйткені көп деген сөздер барлық славян тілдерінде, оның сыртқы түркілік бейнесі дейміз ғой, көрінбейді. Көп жағдайда оларды біз күнделікті қолданып кеткенбіз. Сондықтан осы жұмысымызды жасаған кезде жаңағы Ресейдің архивтерінде редкий фонд дейміз ғой, сирек кездесетін фондтарда көне жазба ескерткіштерді зерттеп, сол арқылы жұмыс әртүрлі ғылыми еңбектер жасаған болатынбыз. Одан кейін ары қарай жұмысымызды жалғастырып, осы 21 ғасырға дейін қандай түркі сөздер еніп, қайсысы орта жолда қолданыстан түсіп қалған, ары қарай қайсысы қазірге дейін бүкіл славян тілдерінде қолданыс тауып жатқан, сол біздің ғылыми зерттеу бағытымызға кіреді. Бір 3-4 сөзді айтып жіберіңізші, қандай сөздер мысалы осы түркіден алынған, түркі тілдерінен? Түркі тілдеріне мысалы қанжар дейміз, қанжар орысша кинжал болады, барлық славян тілінде бар. Болат деген сөз жаңағы темір деген сөз ғой. Жаңа көп түркі фамилиялары дейміз, есімдері орыс тіліне енген. Одан кейін караван дейміз, мысалы, керуен деген сөз. Қандай сөздерді айтайын сіздерге? Жаңағы дастархан, сондай көптеген сөздер бар. Сарафан, қарандаш деген қара тас деген сөз. Жақсы, енді сіз балалар әдебиетін зерттеумен де айналысқан бір салаңыз бар екен, ол уақытта да қандай зерттеулер жүргіздіңіз? Бұл енді балалар әдебиетін зерттегенде біз грантты қаржыландыру жобасы аясында әріптестерімізбен бірге зерттедік. Ол өте қызық болды бізге. Өйткені біз қазіргі таңда, өздеріңіз білесіздер, осы қазіргі заманның балалары гаджеттер дейміз ғой. Гаджеттер өте көп айналысып кеткен. Одан кейін балалардың психологиясы да, мына қазір япондық зерттеулерді оқысаңыздар, мысалы, уже бармақтары да уже соған бейімделіп туылады екен. Жаңағы мынандай указательный палец дейміз, басқа да бармақтары жаңа клавиатураны басуға сөйтіп уже бейімделіп, уже деформацияланып туады екен. Одан балаларды жаңағы көп мақсатты балалар дейді, дети многозадачности. Бұлар деген гаджетті қарап отырып мультфильм көреді, сонымен бірге үй жұмысын жасап отырады, үй жұмысын жасап отырып ана жақтан тиктокты қарап отырады, тиктокты қарап отырады, мына жақтан телевизорда мультфильм көріп отырады. Сөйтіп көп мақсатты балалар болып кетті бізде. Соның бәрі денсаулыққа, ағзаға, баланың психикасына қандай әсер еткізетінін соны зерттеген болатынбыз. Оның бәрі
әр түрлі суицид, әр түрлі өзіне өзі жаңағы кіріп кету, жаңағы тілінің осы бұзылуы, жаңағы речевая деятельность дейміз ғой, сондай әкеп соғады мәселелерге. Сол бағытта да біраз зерттеу жасадық. Ол зерттеулер бойынша біз мемлекеттік органдарға, мына мәдениет саласына да, жаңағы жоғарғы білім ғылым министрлігіне де біраз ұсыныстар берген болатынбыз. Әрине біз балалардың, ата-аналардың балалармен қарым-қатынас жасау мәдениетін үйрету, одан кейін кітап оқу мәдениетін үйрету деген сияқты сондай әртүрлі ұсыныстарды берген болатын. Жақсы, сізге көп рахмет. Енді мен келесі сұрақтарымды қазір біздің хабарымызға қатысып тұрған Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің инновациялық даму департаментінің директоры Әсел Жексенбаева да ханымға да қояйын деп тұрмын. Әсел ханым, осы сіздердің университеттерде жаңа асфальт түрін зерттеу жұмысы қолға алынған екен. Бұл қандай асфальт түрі, және сіздер бізге мәлімет бергенде супер асфальт түрі деп айтылған екен. Бұның ерекшелігі неде? Бұл жолдың сапасына қалай әсер ететін болады? Сол туралы ақпараттармен бөліссеңіз. Сол лабораторияда Қазір Әсел ханым, бір сізге қазір сұрақты қайталап қоям. Қазір біз техникалық мүмкіндіктеріміздің шектеулігіне байланысты, қазір сізбенен дыбыс режиссерларымыз қазір жөндеп береді микрофонымызды. Біз оған дейін қазір біздің келесі қонағымыз Гүлжанат Ғафу ханымға келесі сұрақтарымызды қоя берейік. Жоғары білім беру мектебінің ғылыми қызметкері. Гүлжанат, өзіңіздің айналысатын салаңыз туралы айтып берсеңіз, қандай зерттеу жұмыстарын жүргізесіз? Рахмет, мен қазір екі жоба жүргізіп жатырмын. Біреуі енді міне бітейін деген несіне келді фазасына. Ол ғылыми этика, орталық Азиядағы ғылыми этикасы туралы үлкен жоба. Қазіргі өзімнің айналысып жатқан жобам, ол тұрақты даму дегенді білеміз бәріміз. Сол тұрақты дамудың Қазақстан жоғарғы оқу орындары біздің студенттерге жауапты азамат болу үшін қаншалықты білім, дағды және құндылықтар береді деген сұрақ. Өйткені қазіргі заманда жаңағы тұрақты даму үлкен сұрақ болып тұр. Бәрімізде жаңағы қоғамның трансформациясын қалаймыз. Сондықтан ол үшін ең бірінші ол білім беру жүйесі. Білім беру жүйесі қажетті білім, дағдылар және құндылықтар беру керек. Сол арқылы біз жауапты азаматтарды шығару керекпіз. Сол менің сұрағым, біздің жоғарғы білім жүйесі қаншалықты сондай мүмкіндіктер береді деген сұрақ болды. Менде соны қазір зерттеп жатырмын. 2 жылдық проект жобамды жаңағы Назарбаев университетінің орталық азиялық білімді трансформациялау және инновациялау орталығынан жеңіп алған грантым. Сол бойынша қазір Лондондағы өзімнің оқыған университет колледж Лондонда профессор бар, Тристан Маккаун, сол екеуміз бірге жасап жатырмыз. Ол менің кеңесшім. Сол бір үлкен, сондай бір маңызды жоба болады деген үміттемін. Өйткені ол бірден бірінші бұл жаңағы жоғарғы білім берудің сапасына байланысты. Өйткені біз тек жаңағы кәсіби білімді ғана бермеу керекпіз жоғарғы білім. Жоғарғы білім бірден жаңағы дұрыс азаматтарды тәрбиелеп шығару керек. Ол жаңағы тұрақты дамудың жаңағы құндылықтарына әкеліп соғады да. Сондықтан қазір енді бүкіл әлемде ол үлкен проблема болып тұр. Жаңағы ЮНЕСКО жаһандық түрде тұрақты білім беруді айтып жатыр. Бірақ мемлекеттер әлі өздерінің ұлттық деңгейінде дұрыс түсіне білген жоқ. Енді соған келіп жатырмыз. Сондықтан осы мен одан бұрын жаңағы оны студенттердің тарапынан білгім келеді. Жаңағы жоғарғы оқу орындарының ректорлары, менеджерлері емес, студенттер қалай ойлайды? Студенттер оны қалай ойлайды? Өйткені ең бірінші жаңағы білімді қабылдайтын клиент деп айтамыз ғой. Ол студенттер. Солар арқылы бір алаңдататыны біздің орталық Азия Қазақстандық жоғарғы білім беру ғылымында көбінде
жаңағы студенттердің, оқушылардың дауысы естілмейді. Естілмей қалады. Сол ең бірінші содан бастау керек та, сондықтан мен сол арқылы бір үлкен үлес қосам ба деген үміттемін. Жақсы, енді қазір мысалға мемлекет басшы тарапынан да осы мәселеге байланысты мысалға адал адам деген идея шығып жатыр. Оның алдында мысалға біздің тарихымызда бар Абай атамыздың толық адам деген концепциясы бар. Сол сияқты Шәкәрім атамыздың ар деген мысалға тұжырымдамасы бар. Осылардың барлығын бір ұштастырып зерттеуге болатын сияқты. Бұл жағынан ізденістер жүргізіле ме? Сол менің ең бірінші ойым сол болған. Жаңағы жаһандық тұрғыдан құндылықтар бір бөлек, ал біздің ұлттық құндылықтарымыз екі бөлек. Сондықтан менің идеям негізгі жаңағы екеуін ұштастыру. Жаңағы өзіміздің ұлттық концепция шығаратын болсақ, ұлттық кодымызды сақтай отырып, ол жаңағы ұлттық концепция өзіміздің ұлттық құндылықтарға негізделу керек. Өйткені егер өзіміздің тарихымызға қарасақ, біздің өзіміздің ұлттық біліміміз бәрі сол тұрақтылық туралы. Мысалы үшін жаңағы суды үнемдеу, жаңағы тамақты лақтырмау деген сияқты, оның бәрі сол жаңағы өзіміздің ұлттық білім соған негізделу керек деп ойлаймын. Жақсы. Енді қазір біз келесі сұрақтарымызды Әсел ханымға қояйық деп тұрмыз. Жаңағы өзіңіз айтқан супер асфальт туралы ақпараттармен бөліссеңіз, және оның қандай ерекшелігі бар, енді айтуыңызға мүмкіндік бар. Рахмет. Біздің университетте, Евразия ұлттық университетте научно-производственный центр Енулаб деген бар. Оның 5 аккредитованный лабораториясы бар. Құрылыс және жол лабораториясы. Сол лабораторияда біз зерттеу жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Бізде былтыр 2023-де біз үлкен грант, мегагранты жеңдік. Ол орысша айтқанда создание строительно-технического инжинирингового центра по оказанию аккредитованных услуг строительно-дорожного сектора деген. Сол үлкен жұмысты жасап жатырмыз. Біздің ғылыми группамыз 75 сияқты кіреді. Сол біз бірге қазір консорциумна коллаборациямен Казниса деген ғылыми зерттеу институтпен және Казахстанский центр дорожных качеств активов осы центрбен бірге жұмыс істейміз. Олармен бірге әрбір регионға қалай олай айтал индивидуально жеке-жеке әр өңірдің ерекшелігіне қарап жолдың сапасын жақсартатын деңгейге біз қазір жеке-жеке подбор құраламын жасап, зерттеу жұмыстарын жасап жатырмыз. Ол полимер битум, жаңа отечественный продукты құрылым. Ол біздің битумға жақсару үшін, оның сапасын көтеру үшін сол жұмысты жасап жатырмыз. Тағы жаңа минеральный добавканы асфальтобетонный смеске қосылатын сол жұмысты біздің ғылыми зерттеу группамыз жасап жатыр. Ол өте керек нәрсе біздің жолға, біздің климатические условияға қарастыру үшін әрбір регионның басқа құралымы бар асфальтобетонның смесін. Сол біз бірге біздің сол Казцентр качества дорожных активымен бірге осы зерттеу жұмыстарын жасап жатырмыз. Өйткені әрбір температурасы бар регионның, әрбір влажность деген композит материалс біз құрамын қарап, аналитикал біздің лабораториямыздың композит структурасын көріп, соны жаңа технологиясын жасап, сондай жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, енді бұл жобаның негіз жүзеге асу уақыты қай кезге қарай келеді? Бұл қашаннан бастап, егерде өндіріске енгізілетін болса, қолдана бастайсыздар? Бұл суперпейв технологиясы ол ең бірінші Қазақстанда енгізу болады екен. Өйткені біз қазір Англиямен, енді Япониямен, жаңа Түркиямен коллаборациямен жұмыс істейміз, ғылым қызметкерлермен. Өйткені ол нормативных құжаттарымыз адаптацияға сол жұмыстар жасауымыз керек.
обеспечение нормативного соответствия деген жұмыстар керек, жасауымыз керек. Сол үшін біз Казстандарт комитет техрегулированиемен солармен жұмыс істейміз бірге. Біздің ғылыми группамыз сол технологиясын әзірлеу үшін сол объекттерге барып, олардың керн отборниктермен сол асфальтты алып, сол зерттеу жұмысын жасап жатыр. Біз енді өндіріске енгізу жоспары қашан? Өндіріске сол 2025 жылға дейін бізде жоспарларымыз, сондай жоспарымыз бар да енгізуге. Зерттеу жұмысының жоспары бойынша 2025 жылы өндіріске енгізуге сіздер тырысасыздар ғой, тырысамыз соған. Жақсы. Рахмет сіздің де пікіріңізге. Енді қазір мен өздеріңізге жалпы сұрақ қояйын деп тұрмын. Жалпы енді қазір отандық ғылымды дамыту мәселесіне байланысты мемлекет басшысы да, үкімет те ерекше назар аударып, ғылымға көңіл бөле бастаған белгілі. Қазір қаражат та қомақты түрде бөлініп жатыр. Әсіресе және өздеріңіз атап өткенде мына ғылыми қарап отырсақ, барлықтарыңызда сол ғылыми гранттардың негізінде жасаған екенсіздер жаңалықтарыңызды. Бұл енді шынымен де және жастарыңызға да қарап тұрсам, барлықтарыңызда енді нағыз жұмыс істейтін жастағы замандастарымыз екенсіздер. Сондықтан да сіздердің жұмыстарыңызға әрдайым сәттілік тілейміз. Жалпы енді осы ғылымның қолдау мәселесіне байланысты тағы да қандай мәселелерге назар аударуымыз керек? Ғалымдардың тағы да қандай өзекті түйткілдері бар, проблемалары бар? Солармен бөліссеңіздер. Сізден бастайық. Менен бастаймыз ба? Әрине ең бастысы ол финансы жағынан болады. Бірақ та дегенмен оған қарамастан жылдан жылға сайын жастарға арналған гранттар көбейіп жатыр. Мысалы, қателеспесем, 2022 жылы басталды ғой деймін, жас ғылым деген грантты. Жас ғылым деген грант сол жылы жас ғалымдарға бөлініп жатыр. Жас ғалымдарға бөлініп жатыр. Оған дейін, мысалы, уже профессор болған кісілермен бізге конкуренцияға өту қиындау болады. Ал қазіргі уақытта жас ғалымдарға проектіге байланысты, мысалы, өзіміздің идеяларымызды орната аламыз, істей аламыз. Мысалы, мен өзім жасап жатқан проектім, профессорым, мысалы, 2018 жылы Қазақстанға, 2019 жылы Қазақстанға келіп, 31 жасында ма, сол жасында проект жазып, бірге жұмыс істеп бастаған. Шетелдік ғалым ғой, Қазақстандық ғалым, бізде Казгуда оқыды. Одан кейін шетелде докторантурасын бітіріп, Қазақстанға қайтып келді. Мысалы, сондай және де екінші ғалымдарға қолдау, ол болашақ бағдарламасы деп айта аламын. Өйткені мен өзім болашақ түлегімін. Сол шетелде оқып, опыт жинап, осында қайтып келгеніміз өте жақсы көмек деп ойлаймын. Енді қыздарға келетін болсақ, екінші нәрсе ол біз ғалым ретінде біз жас қыздарға өз примерімізбен тәжірибелеріңізді көрсетіп, үлгі ретінде көрсетуге болады ғой сіздерді. Солай да айтса болады, сол ғылымды таңдасын деген бір үмітпен де біз бәріміз осы жерге келіп отырмыз деп ойлаймын. Жақсы. Сіздің пікіріңіз? Менің пікірім, Балнұрға қосыламын. Негізінен қазір ғылымға көңіл көп бөлініп жатыр, және бөлінетін ақшаның да пайызы өсіп келе жатыр. Негізінен Корея, Япония сияқты дамыған елдерде 1%-ға дейін финансирование болады ғой ВВП бойынша. Ал қазіргі таңда Қазақстанда ол 0,5-ке де әзірге жетпейді, бірақ ақырындап көтеріліп келе жатыр. Біртіндеп көтеріліп келеді. Және бізде, мысалы, жаңағыдай айтқандай шағын сотрудничество, ынтымақтастық бар, қыздар арасында да кездесулер болып тұрады. Біздің сәл жоғары буын аға апаларымыз ғылымда жүрген, олар да бар, олар да жақсы сөз тастап министерствоға жағы осы тақырыпты көтеріп жатыр. Бірақ менің қосқым келіп тұрғаны минус жағы. Мысалы, біз өзіміз күнделікті өмірде бір проект басталды дейік, мысалы 3 жылға ақша бөлінеді, бірақ проект бастау үшін бізге қажетті химикаттар алу керек. Бастапқы кезде, бастапқы кезде. Сол кезде өте қиын.
бюрократия. Аванс сияқты берілсе дейсіз ғой, алдын ала. Жоқ, ол туралы емес. Енді. Мен айтқым келіп тұрғаны, бізде көп нәрсе Қазақстанда өндірілмейді. Өзімізде. Және Сырттан әкелесіздер ғой. оның барлығы сырттан келеді. Ол тек ол біздің жұмыстың уақытына ғана әсер Созып етпейді. жібереді, иә? Онымен қоса коммерциализацияға кейін әсер етеді, білесіз ба? Әрине, ол енді табыстың бір бөлігі есептеледі ғой коммерциализацияда. Әрине, ал егер ол барлық нәрсе шетелден кіретін болса, біз жергілікті өнім қолдана алмайтын болсақ, коммерциализацияға ол уже отказ келеді ондай кезде. Сол себепті Қазақстанда ғылыми салада зерттеулер бар болғанмен, жетістіктер бар болғанмен, коммерциализацияға өтпей тұрады. Сол үлкен проблема. Жақсы. Бұл мәселені енді қазір біздің хабарымызды түрлі министрліктің өкілдері көріп отырғандығы белгілі, өйткені біздің телеарнамыз бүкіл осы еліміздегі барлық өңірлерде де көрсетіледі біріншіден, сондықтан да бұл мәселеге арнайы министрліктер назар аударады деген ойдамыз. Жақсы. Енді қазір мына графикаға да назар аудара кетейік. Әйелдер ғылымның қай саласында жұмыс істеп жүр екен? Сол туралы бізде мынадай мәлімет бар. 71% медициналық ғылыммен айналысып жатыр екен, 62% әлеуметтік ғылым, 59% гуманитарлық ғылым екен. Ал 53% жаратылыстану ғылымдармен айналысады екен, ауыл шаруашылық ғылыммен айналысатын әйелдер қауымы 45% екен. Техника және технология ғылымдары 44% екен. Ең азы техника және технология саласы болып тұр. Енді ғылыми қызметкерлердің 54% әйелдер, жалпы еліміз бойынша. 2427 ғылым кандидаты бар екен, 992 PhD доктор, 714 ғылым докторы, 28 бейіні бойынша доктор. Енді бұл біздің еліміздегі осы әйелдер қауымының жетістіктері деп айтсақ болады. Шынымен де енді бұл да енді бір жақсы көрсеткіш, біртіндеп жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, тұрақты даму мәселесінде де гендерлік саясат болсын, әйелдердің де қай салада болсын белсенділігі арту мәселесі бүкіл әлемдегі жаһандық мәселе ретінде де көтеріледі ғой. Жалпы енді ол бағытта біз енді алға жылжып келе жатқан ел екендігімізге мына дәйектер дәлел бола алады. Жалпы енді тағы да қандай мәселелер бар осы ғылымды дамытуға? Сіз және өзіңіз білім беру саласындағы мәселелерді айттыңыз ғой. Сол бағытта назар аударатын тағы қандай мәселелер бар? Меніңше тағы бір бұл жаңа қаржыландыру оған байланысты, одан бөлек, меніңше мына ғылымның ары қарай дамуына, оны жаңағы қоғамда ғылымның рөлін көбірек айту керек сияқты. Ғылымның мәдениеті бізде кішкене аздау, мысал үшін. Әлі де ғылым өзімен өзі бір сала сияқты да, оны ғылым ол не әрбір саладан негізі ғылым болу керек. Мысал үшін жаңағы саясаткерлердің де қандай да бір шешім қабылдаған кезде оның бәрі ғылымға негізделу керек. Әрине. Сондықтан меніңше қоғамда ғылымның рөлін жаңағы мектептен бастау керекті. Мысал үшін мен 2005 жылы бірінші рет болашақ бағдарламасы бойынша Ұлыбританияға барғанда, менде мысал үшін жаңағы ғылыми база болмағаны сол кезде білінді. Біздің жаңағы білім беру жүйесі сол кезде маған ғылыми база бермегені сол кезде маған қатты әсер етті. Ал қазір өзімнің жаңағы ғылыми этикасы туралы айтып кеттім ғой. Сол жоба бойынша біздің білгеніміз жаңағы ғылыми адамдардың өздерінің білім беру кезінде сол жағы дұрыс мән берілмейді екен. Жаңағы PhD болсын, жаңағы ғылым бойынша оны жаңағы мектеп кезінен ғылымның жаңағы білім берудің асына не деуші еді? Негізі ретінде соны балалардың миына құя беру керек те, сол арқылы біз жаңағы ғылым арқылы жетістікке жетеміз деген нәрсені көп насихаттауымыз керек дейсіз ғой. Иә, сондықтан ол ғылым деген ол жай бір андай стереотип емес, онымен айналысу қиын емес. Оны бірақ соны жаңағы бір тұтас ретінде, философия ретінде ары қарай меніңше соны мәдениетімізді көтеру үшін, ғылыми мәдениет көтеру үшін соны ары қарай айту керек сияқты. Жақсы, Әсел ханым, мен сіз мына инновациялық даму департаментінің директоры екенсіз Евразия ұлттық университетінде. Жалпы енді жаңа мәселені айтып отырмыз ғой, ғалымдарға көңіл бөлу керек, жағдай жасау керек деген сияқты мәселе. Біз енді білеміз, қазір мектептердегі мұғалімдердің статусы белгілі болды, олардың жалақысы да көтерілді деген сияқты. Ал енді осы жоғарғы оқу орындарындағы жағдай қалай? Ұстаздардың жалақысы жоғары деңгейде ме? Иә, кішкене көтерілді. Енді қалай
сіз айттыңыз ғой, 44% ғана техника технологияның ғылымдарының әйелдері 44%. Сол менің сол тілегім сол пайызды көтеруге, өйткені ол ең керек нәрсе осы қазіргі заманда технологиясын көтерілуге, жаңа суперасфальтты шығаруға, қазір біз шумоизоляционный материалдарын құралымын қазір зерттеу жұмысын жасап жатырмыз. Тағы басқа жаңа техникалық инновацияларды көтеруге, оны коммерциализацияға әзірлеу жұмыстарын жасауға, сол жұмысқа әйелдеріміз көп керек. Біз жағынан өте солай, как говорится, ответственный сотрудник болып жұмыс істейміз. Сол жағынан бізге үлкен грантты беріп, үлкен жоспар тұр бізде. Қазіргі біздің архитектурно-строительный факультетте 70 адамдай қазір біздің проектте жұмыс істейді. Сол проектті дұрыс енгізуге, дұрыс оны бәрін жоспар бойынша жасауға өте сондай жақсы, сондай PhD кандидат деген ғылымдар керек болып тұр. Сол жағынан бізге тағы да сол нені қандай специальный конференция өткізуге ғылымдарға бізге бірге қосылып шетелдік және біздің республикамыздың ғылымдардық бірге қосылып, сондай бірге по направлению деятельности, сондай конференцияны жақсы. Рахмет. Жаңағы мәселені тағы да сіздерден де сұрай кетейін. Мысалға, жаңағы енді әлеуметтік жағдайға да көп нәрсе әсер етеді ғой. Мысалға, сіздер жобаларыңызбен айналысасыздар. Оған қоса мысалға оқытушылықта қызметтеріңіз бар шығар, сабақ та беретін шығарсыздар. Жалпы жаңағы әлеуметтік жағдайларыңыз мемлекет жақсы назар аударып отырма деген сұрақ қой енді сіздерге. Жаңа мұғалімдер сияқты жалақыларыңыз жеткілікті ме, жалақыларыңыз көтерілді ме деген сұрақты сіздерге де қысқаша қойын, қысқаша жауап бергенсеңіздер болады. Сізден бастайық. Мен деген негізінен сабақ бермеймін. Мен инженерлік компанияда жұмыс жасағандықтан енді сеткаға сәйкес, өзімнің тәжірибеме сәйкес. Сіз мысалға зерттеу жұмыстармен айналысасыз ғой, сіздерде де қалай? Мен зерттеу жұмыстармен айналысам, енді шындығына келетін болсақ, бізге ұстаздарға немесе профессорларға сияқты көңіл көп бөлінбейді. Сол бір мәселе бар, ол мен ғана қынет. Әрине, ол жас ғалымдарға көмек ретінде мен бұны неге сұрап отырмын? Мысалға, ертең жаңа айтып отырмыз ғой, министрлік өкілдері көреді. Шынымен де жас ғалымдарға бір қолдау көрсету керек екен ғой деген ой туындайды ғой. Сол бағытта сұрап отырмын. Енді сондай бір не бар, минус жағы деп айтам, ол бар. Және сол мәселені алдағы уақытта мысалға назарға алуға болады. Енді жалпылама түсіндім. Онда қадірменді қонақтар бүгінгі хабарымызға келіп, осы ғылыммен айналысып жүрген өздеріңіздің негізгі жобаларыңыз туралы әңгімелеп бергендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Шынымен де сіздер енді жаңа өздеріңіз де айттыңыздар ғой, әрқайсыңыз бір ғылыми жобамен айналысып, өз саласынан бір жетістіктер жасап жүрген мамандар екенсіздер. Сіздердің жұмыстарыңыз жемісті болсын. Және сіздер осы өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа үлгі боласыздар. Сондықтан да жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер, еліміздің өркендеуіне өз үлестеріңізді қоса беріңіздер. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.